Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта Абай және Қызылорда облыстарында СПФ ұйымдастырған 9-11 класс оқушыларына арналған Олимпиада есептерін шығаруды жалғастырамыз. Мына екі есепті шығарып, бизнес деген есепке келіп едік. Бизнес деген есепте жасын алма алып сатып, бизнес жасауды, бизнес бастауды жоспарлапты. Онда en күн ішіндегі алманың бағасы туралы мәліметтер бар. Ол ең көп пайда табу үшін қай күн алып, қай күн сату керек. Сонда қанша пайда көре алады, соны анықтауымыз керек екен. Ол ең көбі X деген X дана алма сатып алу мүмкін екен. Бізде n деген 2-ден 100 мыңға дейін, ал X миллиардқа дейін екен. Ал мына жерде бір алманың бағасы 1-ден ол да миллиардқа дейін болады екен. Бізге шығысқа жасын ең көп қанша пайда табу мүмкін, соны анықтап шығаруымыз керек. Мына жерде 5 күндегі алманың бағалары туралы мәлімет бар. Ол тек қана бір алма алып сату мүмкін екен. Бұл жерде барлық күндерде алманың бағасы бірдей, сондықтан ешқандай пайда көре алмайды. Қай күн алып, қай күн сатса да пайдасы нөлге тең. Ал мына жерде екі күндегі алманың бағасы туралы мәлімет бар екен. Бірінші күні 1 теңге болған, екінші күні 8 теңге болған. 6 алма сатып алуға мүмкіндігі бар. Енді пайданы көп табу үшін барлық мүмкіндікті пайдаланып, 6 алманың барлығын сатып алады. Мына жерде 8-ден 1-ді азайтамыз. Сатқан бағасынан алған бағасын азайтып тастасақ, пайдасы қалады. 7 теңге болды, 7 теңгені 6-ға көбейсек, 42 болады екен. Bir күнде алып, тағы басқа күні немесе сол күннің өзінде сатып жіберу керек. Бөліп сата алмайды екен. Бөліп сатып ала алмайды да, бөліп сата алмайды да екен. Bir күнде сатып алады, тағы bir күнде барлығын сатуы керек. Программасын жазайық. N мен X деген сан беріледі. Bir жолда болғандықтан map арқылы оқимыз. Bütün сандар екен. Input split. Пробел арқылы бөлінеді. List бар бізде. A деген list. Әр күндегі алманың бағасының қанша екені мына листке сақтап қояйық. Bütün сандар болады оларда. Енді біз ең сатып алу үшін минималды санды табу керек, сату үшін максимал пайда қалатын санды табу керек. Бірінші күн минимал деп алайық. Тексерген кезде одан да шығатын болса, минималды ауыстырып отырамыз. Пайданы максималды мәнін, ең кіші мәнін 0 болады. 0-ден кіші болмайды, сондықтан 0-ге тең деп алайық. Одан көп пайда көре алатын болса, онда жаңартып отырамыз. Енді элементтермен жүріп шығамыз. Мына A листтің. For I in A. Тексереміз. Егер қандай да бір күнде мына бастапқы 0 теңгеден көп пайда табу мүмкін болса, оны қалай анықтаймыз? Максимумды жаңарту керек. Қазіргі бағасынан минимумды сатып алған бағасын, бүгінгі бағадан сатып алған бағасын азайтып жібереміз. Және ол бізде тұрған максимумнан үлкен болса, максимумды жаңартамыз.
Үлкен болмаса жаңармай сол күйінде қалады. Минимумда жаңартып отыру керек. Егер келесі күндерде одан арзан бағаға алу мүмкін болса, онда жаңартырып отырады екенбіз. Соңында болды, жауапты шығарамыз. Print. Ең көп алуға болатын пайданы алмалар санына көбейтеді екенбіз. Тексеріп көрейік. 42 деген жауап шығу керек. 42 дұрыс. Мынаны көрейік. 0 деген жауап шығу керек. Өйткені барлығы бірдей сандар тұр. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Отослать решение. Мына сайтқа тіркелу, кіру, және есептерді жіберу туралы бірінші сэндвич деген есепте айтып өткен едік. Тексеріп жатыр. Accepted дейді, барлық тесттерден өтті. Мына есеп шықты. Келесі есептерді келесі сабақтарда шығарамыз. Сау болыңыздар.